Армысыздар Айнұрдың саяжайының құрметті көрермендері. Бүгінгі бейнеде жүзім қаламшаларын қалай алатыным туралы көрсететін боламын. Арнадан ажырамаңыздар. Сонымен достар, қай жүзімді көбейтетінімізді анықтап алғаннан кейін бізге қаламша алу керек. Қаламшаларды бірден жерге отырғызуға болады, немесе келесі жылы отырғызатындай етіп сақтауға да болады. Қаламша алынатын бұтақ жас болу керек және бабында болу керек. Мысалы, кез келген жас бұтақты ала алмаймыз. Оны қалай ажыратамыз? Бұтақ өз айтып тұрғандай қаламдай болса, осы көлемі, жуандығы қаламдай болса, және сырты осылай қоңыр болу керек. Қоңыр болу керек. Ол мынандай ісіп кеткен, дәу болып кеткен, семіріп кеткен дейді ғой. Семіріп кеткен ағаш болмау керек те. Осындай жас бұтақ сырты қоңырланған болу керек. Жас бұтақтың мынандай да түрлері болады, мінекей. Мынау әлі жасыл. Бұл әлі бабына келмеген. Бұдан қаламша алсақ, бұл жаңағы неғып кетеді, шіріп кетеді. Сондықтан біз мына бұтақтың осы кесіп аламыз да осыдан қаламша жасаймыз. Бір қолмен ұстағанға ыңғайсыз болып тұр. Қазір мен сіздерге осы қаламшаны кесіп, отырғызған әдісімді көрсетемін. Мінекей достар, егер сіз қаламшаларды келесі жылы сақтап, құрғақтай сақтап, келесі жылы егем дейтін болсаңыз, онда немесе біреуге сатам дейтін болсаңыз, онда бұны, міне қаламшаны осылай сақтауға болады. Әлде бір 40-50 сантиметрдей етіп, мінекей мына ұштары уже келмейді. Ұшы жасыл болып тұр, бұл қысқа шыдамайды. Бұны кесіп тастау керек. Мінекей осылай 40-50 сантиметрдей етіп кесесіз де ұшын. Содан кейін бетін ішіндегі ылғалы шығып кетпес үшін жаңағы желіммен жапсырып қойса болады. Мінекей достар, мынау дені сау қаламша осындай болады. Сырты қоңырқай, ортасы мына өлмеген, іші жасыл болып көрініп тұр. Ішінде жаңағы ылғалымен тұр. Бұл ылғалды кескеннен кейін біз, егер қысқа сақтайтын болсақ, жаңағы неғып қоямыз, екі жағын бекітіп қоямыз. Оны изолентамен, скотчпен бекітіп жатады, бірақ бақша дүкендерінде садовый вар деген арнайы бір қою масса бар. Сонымен екі жағын бекітіп қоясыз да. Сонымен қаламшаны қысқа салқын жертөледе сақтап келесі жылы отырғызса болады, немесе сатса. Мінекей, осындай қаламшалар қысқа сақтауға дайын. Ал енді мен бұны бірден жерге отырғызайын деп жатырмын. Сондықтан, достар, бұны қазір қиямын. Мінекей, түбін қиып қойдым. 1, 2, 3, бүршіктен 3 сантиметрдей биік болса болғаны. Және қиятын секаторда өткір болу керек. Осындай болып, ұшы ешқандай зақымсыз кесіп аламыз. Мынандай көп зақымдалып қалатындар болатын, қараңыздар. Мынау болмайды, мынау нежелательно. Неге десеңіз, егер бұл түбінен осындай болса, ештеңе етпес еді. Бірақ мынау жоғары өскін жағы зақымдалуға болмайды. Мінекей достар, келесі ағашымның тоже мына 1, 2, 3 қалдырайын. Содан кейін мыналарды алып тастаймын. Тоже осылай дайындай беремін. Ал достар, қаламшаларды кесіп болдым. Енді ары қарай мен бұны жерге отырғызу үшін, мінекей, мына өсетін, осылай өседі ғой. Міне түбінен аламын да. Мінекей, түпкі бүршіктен, көріңіздер, 1-2 сантиметр қалдырдым. Енді осы жерден мен жырық жасау керекпін. Аламда бұлай жырық жасаймын. Болашақта тамырлату үшін
Мінекей. Осылай 3-4 рет жырық жасап қоям. Мінекей. Вот. Осылай барлық қаламшаларды жасап шығамын. Отай өсет. Екі. Үш. Төрт. Мінекей достар, менде 5 қаламша дайын. Енді осыларды жерге отырғызамын. Қадірменді көрермен, міне болашақ жүзімдердің өсетін орны. Бұл жерде жалпы басқа жүзімдер бар, мына жер орын бос, осы жерге мен бір қаламшаны отырғызамын. Бізде күзгі жауын жауып кеткен, топырақ өте ылғал. Ал енді бұны тесу үшін мен қолыма мынандай бір темір аламын, арматура болсын, таяқ болсын, үшкір осы қаламша сиятындай көлемде осылай жерге кіргізіп 45 градуспен отырғызамыз. Осылай қиғаш отырғызған ағаштың тамыры қатты тереңдеп кетпейді және суды тез сіңіреді. Мінекей достар, қаламша орнын дайындап алдым. Енді бұл жерге су құймаймын, себебі алдында жаңбыр жауды, топырақ өте ылғал, сусыз да тамыр алып кетеді. Енді осы жерге мына қаламшаны отырғызамын. Мінекей 3 буыны кірді, достар. Мінекей 1, 2, 3 кірді. Және соңғысы жер бетінде қалады. Осылай отырғызып болғаннан кейін, оны жақсылап топырақпен көмеміз. Көміп болғаннан кейін, үстінен тағы да трамбовать етіп басып шығамыз. Сонымен достар, қаламша отырғызылды. Келесі жылы бұйырса көктейді. Ал енді мынау садовый вар деген қою масса. Осымен қаламшаның бетін бекітіп қоямын. Аздап алып, осылай бекітсем, қаламша ылғалын бойына сақтап тұрады. Мінекей достар, осымен жүзім қаламшаларын жерге отырғызу процесі аяқталды. Енді достар, бүгін қараша айының 3-і. Мен осы жүзімдерімді қараша айының 2-ші жартысында немесе аяғында жабамын. Оған дейін бұл жүзім осылай тұрады. Жүзімдердің бәрін жапқан кезде бұның да бетін жабамын. Ал жалпы жүзімдерді қалай жабатыным жайлы арнайы видео түсірген болатымын. Осы бейненің астына сілтемесін қалдырамын. Бақшаларымыз жемісті болсын. Айнұрдың саяжайы арнасындағы басқа да бейне баяндардың бәрін көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Және астына пікір жазып, ойларыңызды қосып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.